Құрметті достар, мен Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасының аға кітапханашысы Рахимкулова Гүлжан Амантайқызы. Сіздердің назарларыңызға Ақселеу Сейдімбековке арналған «Шежіре ғұмыр» атты буктрейлер ұсынамын. Мен бүгін сіздерге 2016 жылы шыққан Ақселеу Сейдімбековтің шығармалары туралы кітабын таныстырғым келеді. Ақселеу Сейдімбеков қазақтың маңдайына біткен дара жұлдызы болған жазушы, этнограф, шежіресі, зерттеуші, ғалым. Ақселеу Сейдімбеков өткен ғасырдың 70-80 жылдары аралығында көркем әдебиет жанрында қаншама әңгіме, ертегілер, очерктер жазды. Мына кітаптың ішіне қыз ұзатқан, күзеуде, бір атым Насыбай, Аққыз секілді шығармалар бар. Жазушы қаламынан шыққан қыз ұзатқан, бір атым Насыбай, Аққыз хикаяттарына 9 ғасырдағы қазақ даласының тұрмыс тіршілігі анық көреміз. Мұнда қазақтың көшпелі дәуірдегі мамыжай тіршілігі, көшпелі елдегі тартыс пен барымташылық, адамдар арасындағы рухани адамгершілік, қатынас, сыйластық пен өз мақсат пен махаббаты үшін күрескен кейіпкерлер бейнесін анық көреміз. Аққыз Таймас байдың 7 перзентінен қалған жалғыз үкілі үміті. Әкесі қызыл мал дүние қызығын көру үшін емес, ұрпағын жалғастыратын жалғыз алданышы ретінде қызды тәрбиелейді. Әке үмітін ақтаған Аққыз да ақылына көркі сай, уәдеге берік жан. Аққыздың сезімге берілетін байдың қызы емес, сертке берік азаматтығын көреміз. Бұл бір жағынан өз арын аттап кеткісі келмеген ару мен ата-анасы мен елін дау жанжалға қалдырғысы келмеген перзенттік парызын көреміз. Көйлектің буктрейлдің қорытына келгенде, Ақселеу Сейдімбеков көркем шығарма үлгісінде көп туынды жазбаған жазушы. Бірақ қандай әңгіме, хикаят жазса да, жазушы қазақ халқының тарихы мен аңыздарын өз туындыларына арқау еткен. Аққыз хикаятында баяндалған оқиға да өмірде, тарихта болған жандар туралы суреттеуі мүмкін. Оқыған сіздерге де оқуға кеңес беремін.